Тойға бірге дайындаламыз. Бүгін тойда мен организатор болып жүрем, сол себептен әдемі болып боянып алуым керек. Мен бүгін екінші рет жақып көрейін деп жатырмын. Бұл бізде Sugar Life'тың SPF қосылған бетті увлажнять ететін крем. Сыворотка. Бетім увлажнять етілді. Гель для бровей менде от Farina Morelli и кисечка тоже от Farina Morelli. Жақында Инстаграмға бір ветка салған едім. То есть пост салдым, ол автоматически ветка болып трецке кетіп қалады. Описанияға жазып қойғам ғой, 3 баланың мамасына ұқсамайсың деген комментария естуге дайынмын деп. Негізі ол жерде менде внимание жетіспеушілік емес, просто Инстаграмға өзім для себя салғым келді. Көбінесе менде аудитория 80%-90% әйел адамдар болғаннан кейін әйел адамдардан ответ күттім, бірақ еркектер жазбаса полностью. 3 баланың мамасына еще как ұқсап тұрсың, мен ойладым сенің 6 балаң бар деп. И бойдақ қыздарға не жоқ десеш, ойбай, конечно ұқсайсың, 3 баланың мамасына көрініп тұр ғой деп. Бойдақ қыздардың жазған комментариясының 90%-ы әпше дұрыстап боянуды үйренесіз ау деп жазып тастаған екен. Білмеймін енді, ауыр кетті ана комментариялар, содан кейін мән беріп боянатын болдым ғой. Негізі 3 баламен боянудың өзі бір өнер. Обычно ерім боясам қуанам мен. По-любому камера бәрібір түріңді жеп қояды, сол үшін сәл көзімнің алдына спаркл жағып жіберейін. Подводка менде білмеймін қай жақтан екен, бірақ мынау жақсы зат екен. Осылай түріме сәл де болса вик кіреді. Менің кірпік жалғамағаныма ровно 1,5 жыл болды, себебі күйеуім рұқсат бермейді. Түрің басқаша болып қалады кірпікпен дейді. А то андай азында тағып, кешке шешіп тастайтын кірпіктерді вообще тағып үйрене алмадым. Сестренкам, подругаларым анда-санда жабыстырып береді. А так осылай тушпен жүре тұрамын. Ухоженный, әдем болып жүргім келеді, бірақ по-любому суббота, воскресенье күні никак не получится, потому что 3 балаң да қасыңда. Мысалы қазір мен балаларымды әрең ұйықтатып, сосын түсіріп жатырмын мына видеом. Бар боянғаным осы енді достар. Одан артық бояна алмаймын. Өзім повседневка фокустың барлығын көзбен чуть-чуть ерінге бердім. Байқағандарыңызда қасымды болны бояған жоқтым, вообще тиіскен жоқтым. Все, достар, последний штрих бітті. Менің макияжым дайын. 3 баланың мамасына ұқсап тұрмын ба деп. Қандай күшті болып тұрмын. Өз-өзіме сіңіп тұрмын. Бүгін тойда жолыққанша, всем пока.